Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын капуста по-корейски салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай өте дәмді, керемет, қолжетімді салатымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен дәл осылай қырыққабатымызды өзімізге ыңғайлы бөлікке бөліп, және де видеодағыдай соломка пішінде турап алатын боламыз. Күз мезгіліне өте керемет, дәмді, әрі кез келген тағам түрімен ұсына беретін салаттардың бірі міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Құрамы да көріп тұрғандарыңыздай қолжетімді заттардан тұрады. Мінекей қырыққабатымызды да турап болып қалды. Құрамына қосылатын барлық заттарымызды осылай соломка пішінде турап алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, құрамын көбейтіп немесе азайтып, өзіңізге ыңғайлы етіп жасай берсеңіз болады. Содан соң болгар бұрышымызды да дәл осылай соломка етіп турап алатын боламыз. Болгар бұрышының кез келген түсін қоса берсеңіздер болады. Қиярларымызды да дәл осылай соломка етіп турап шығамыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, ыстық тағамдар және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің арнамда шыққан кез келген рецептінің алғашқы көрермені болатын боласыздар. Мінекей қиярларымызды да турап алдық. Енді сарымсағымызды дәл осылай майдалап езіп алатын боламыз. Егер сіздерде бұндай құрал болмаса, пышақтың көмегімен де майдалап турап салсаңыздар болады. Содан соң алдын ала жуып тазартылып алған сәбіздерімізді де үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Мінекей сәбіздеріміз де дайын. Енді құрамына қажетті осындай дәмдеуіштерімізді зира, қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш және де тұзымызды салып, оның үстінен бір шай қасық уксусымызды құйып және де қызып тұрған өсімдік майын құйып салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Бір келкі араласып болғаннан соң салатымызды тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді, тәбет ашарлық салаттардың бірі ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.